أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقوى وإخلاصا يا رب العالمين وبعد алтыншы біз تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ابن جماعة رحمه الله кітабын оқып жатырмыз. Алтыншы әдебі أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام. Ислам рәміздеріне тұрақты болу және ахкам үкімдердің сыртқы бейнесіне мықтап берік ұстану. Мысалы қандай? Мысалы жамағат намаздарын мешітте оқу. Жамағат намазды мешіттерде оқу. Уа ифшаи салам лил хауаси уал ауам. Және ауам халыққа да, қарапайым халық, және ғалымдарға да сәлем беру. Мейлі кішкентай бала болса да бірінші болып соларға сәлем беру. Бұл да сол ғалымның несінен әдептерінен болып табылады екен. وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ. Және жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю. Және сол нәрселерге шақыруда адамдардың қиыншылығына, адамдардың зиянына сабыр қылу. Және сұлтандардың алдында ақиқатты айту. Және өзінің жанын Алла үшін ла яхафу фихи, сол Алла үшін, Алланың жолында, Алланың разылығында лаумата лаим, ешкім сөгушінің сөгісінен, айыптаушының айыбынан қорықпастан тек жанын Аллаға құрбандық қылу керек дейді. Яғни Алла үшін жанын арнап сондай Алла жолында бар күшін салу керек дейді. Ілім таратуда. Закиран қаулаху та'ала. Және Аллах тағаланың мына бір сөзін әрдайым есінде сақтап. Васбир аля ма асабак. Басыңа жеткен нәрселерге сабыр қыл. Расында осы нәрсе бұл ұлы істерден деп Аллах тағала айтады Лұқман сүресінде. Ва макана سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى. Және де Құран аятын есте сақтап жүру керек, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, және басқа да пайғамбарлар басына келген қиындықтарға сабыр қылғандығын есіне сақтап жүру керек. Алла үшін олар қалай төзімділік қылғанын есте сақтап, әрдайым соны еске алып жүру керек. Хатта канат лахумул уқба. Нәтижесінде сол пайғамбарларға хайыр, ақыры солардікі болды. Яғни ол басында қиналды, неше түрлі азап көрді. Бұл шынтуайтында бұл өмірде жүріп, ол кісілердің көпшілігі, көп пайғамбарлар ешқандай бір рахат өмір сүрмеді. Бұл өмірде былайша айтқан кезде сол бір жемісін татпады да, сол жалпы дағуатының, Алла жолына шақырудың жемісін, қызығын дейміз ба, былай дүниелік ләззатын ондайды көрмеді. Бірақ бәрібір ол кісілердің несі соңы хайырлы болады. Ол соңы жәннатпен, Алланың разылығымен бітеді. Сол сияқты сүннетті паш етіп, сүннетті әрдайым ісінде, сөзінде сүннетті көрсетіп жүру. Және бидағаттарды жасыру, бидағатпен күресу. Және дін істерінде Алла үшін жасау, Алланың разылығы үшін істеу. Және мұсылмандардың пайдасы болған нәрсені де Алла үшін істеу. Шариғат жолымен. Және табиғи жолмен. Яғни табиғи деген
яғни бір аллаху алям, бұл жерде сол мазхаб ғұламалары салып берген үлкен ғұламаларымыз Құран мен хадисті бізге түсіндіріп бергендей солай жүруіміз керек екен. ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها. Ол өзінің жаңағы ғалым адам сыртқы істері болсын, ішкі істері болсын, яғни сыртқа көрініп адамдар көретін және іште өзі алла ғана көріп тұратын жасырын істер болады ғой. Сондай істерінде де ол жайыз, рұқсат деген нәрсеге разы болмау керек дейді. Бәлкім рұқсат емес, тақуалық пәтуасын ұстану керек. Жалпы бізде рұқсат деген пәтуа болады, сосын ол рұқсаттан, жайыздан жоғары тақуалық деген пәтуа болады. Мысалы сол ғалым адам басқа адамдарға, жамағатқа жеңілдету үшін оларға шариғаттағы бір жайыз, рұқсат нәрсені, рұқсат дейді ғой, рұқсат нәрсені тауып соларға жеңілдік қылу керек. Ал өзі ұстанатын болса, өзі бір жайыз, мазхабтағы бір жайыз нәрсені тауып алып, мына жақта азима нәрсені тастап, жайыз нәрсені істеуі, жайыз нәрсеге жабысуы, бұл ғалым, шынайы ғалымның ісі емес дейді. Шейх Хасан айтады. Тіпті кейбіреулер мынандай дәрежеге дейін бір өте қателікке бой алдырады дейді. Мысалы, адамдарға келген кезде азима, жаңағы бір тақуалық пәтуасын береді дейді. Чтоб адамдар ойлап қалмас үшін, мына ғалым жаңағы бұл тақуалықпен жүреді өзі, және өзгелерді тақуалыққа шақырады, тақуалықпен пәтуа береді деп, сондай ойда адамдар болсын деп, жаңағы адамдарға қиындатып, адамдарға азимамен пәтуа беріп, адамдарға жаңағы тақуалықпен пәтуа беріп, өзіне келген кезде ең жаңағы рұқсат деген, жайыз деген нәрселер жан-жақтан тауып алып, немесе Құдай сақтасын кейде шәз қаулдарды тауып алып, сөйтіп соған өзі амал етеді дейді. Бұл шынайы талиптің, шынайы ғалымның ісі емес дейді бұл ше. Бәлкім шынайы әл-фақиху садиқ, шынайы фақих адам бұл өзіне келген кезде ең тақуалығын ұстайды. Ал адамдарға, үммет үшін ең жеңілі шариғаттағы рұқсат болған, мазхабтағы жайыз болған, шәз емес, жайыз болған қаулмен пәтуа береді дейді. Бұл міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көрсеткен сүннеті дейді осы бізге. Міне айтады, бәлкім бәлкім өзі ең жақсысын, ең кемел деген пәтуаны өзіне солай ұстанады. Расында ғұламалар шынында сол ғұламалар, олар үлгі. Және үкімдерде кімдерге қайтамыз біз үкім сұрауда, үкім алуда? Әрине сол ғұламаларға, ғалымдарға қайтамыз. Әл-марджи деген сол қайтушы, үкімдерде қайтушы ол ғұламалар. Сол ғұламалар худжатуллахи та'ала алал ауам. Бұл ғұламалар Алланың худжасы, Алланың құжаты. Жаңағы ауам халыққа қарсы. Яғни ауам халық былайша айтқан кезде өзінің бойын сол ғұламаларға, роббани ғұламаларға қарап өздерінің бойын түзеу керек. وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون. Жаңағы өзінде пікірі жоқ, өзінде ғалым емес адамдар сол ғұламалардан пәтуа алу үшін оларды жаңағы мұрақаба жасайды. Мұрақаба деген, яғни қарапайым халық адам, ол үшін өздерінің жамағаттың ішіндегі ғалым, ұстаз, шәкірт деген адамға қарайды. Соған қарап бой түзеу үшін, соның жүрісі сүннетке сай ғой, бұл Құранмен амал етеді ғой деп, соған сол ғалымға қарайды. Юрақибухум деген, яғни сол жаңағы білмейтін адамдар соған қарайды. Уаяқтади, және үлгі тұтады. Бихадихим, сол ғұламалардың жаңағы істерімен, ғұламалардың жүріс-тұрысымен, яқтади, мән ла я'ламун, білмейтін адамдар, Құран сүннеттен хабары өте аз адамдар сол ғұламаларға қарап еліктейді. Ва иза лам янтафи'ил алиму би'илмихи, субханаллах,
Насаллаллаху салама. Егер де ғалым адам өз ілімінен пайда алмаса, ілімі оның пайда бермесе, فَغَيْرُهُ أَبْعَدُ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ. Онда өзге адам ол ғалымның ілімінен пайда алуы екіталай, неғайбыл. Өзі сол өзіндегі ілімнен пайда алмай жатса, ол ғалым өзге одан қайтып пайда алсын. Кама қала Шафиғи, имам Шафиғи радиаллаху анху айтқан сияқты, ләйсә ал-илму ма хуфиз. Ілім дегеніміз нәрсе бұл көп жатталған нәрселер емес, жаттанды информациялар емес дейді. Әл-илму, бәлкім ғылым деген, ілім деген ма нафа, бұл пайдасын келтіргені, пайдасын тигізгені, ғалым адам, шәкірт адам сол ілімінен пайда алғаны дейді. Олихаза, сол үшін азумат зәлләтул алим, ғалымның зәлләті, ғалымның қателігі, ғалымның аяғы шалыс басуы бұл өте ауыр, өте қиын нәрсе. Ғалымның қателесіп кетуі, ғалымның сүрінуі, сүріну деген кезде тікелей мағынасында емес, ғалымның сүрінуі бұл үмметтің сүрінуіне алып келеді екен. Сол үшін де бір жас бала, енді осындай бір айтылған сөз бар, қанат сөз ғой. Бір үлкен ғалым кісі келе жатады. Сөйтіп, жаңағы бір кішкентай бала қасынан жүгіріп өтеді ғой, жаңағы ғалым. Сол кезде жаңағы ғалым айтады: "Ей балақай, ақырын жүр, құлақ боларсың" деп. Сол кезде жаңағы баланың да даналық берілген бала екен. Сөйтіп жаңағы ғұламаға келіп амандасып: "Пәленкес, мен құласам, ары кетсе тізем қанап, тізем майып болар. Ал сіз құламаңыз, сіз құласаңыз, үммет құлайды" деп осындай бір ұлы сөз айтқан екен да. Сол үшін ғұламаның, шейхтің, ұстаз адамның бұл шалыс басуы, бұл жамағатының, үмметтің адасуына алып келуі мүмкін екен. Міне, не үшін десе, лима ятараттабу алейха минал мафасиди, жаңағы сол мәфсада алып келеді дейді, сол ғалымның аяғы тайып кеткеннен. Адамдар оған еліктеп, адамдар ол ғалымның сол қателігін дұрыс деп ойлап, ғалымда істеді ғой деп, сондай бұзғыншылық, сондай бүлік алып келеді екен. Субханалла. Аллах тағала осы біздің ілімімізді бізге қарсы құжат қылмасын. Аллах тағала ілімімізді бізге қарсы құжат қылмасын. Аллах тағала ілімімізді бізге қарсы құжат қылмасын. Бәлкім біздің пайдамызға қылған болсын. Осы естіп білгендерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын, Алланың тауфиқын, жеңілдігін сұраймыз. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.